Мен Керей ханмын. 1465 жылы Жәнібек ханмен бірге Шу өзенінің бойында қазақ болып қоныстандық. Хандығымның туын тіктім. Бұл Хазар елінің еркіндігін аңсаған үні. Азаттыққа деген арманын жүзеге асырған тарихи оқиға болды. Халқымыздың басын біріктіріп, жерін қорғап, ұрпағына тәуелсіз ел сыйлаған дәстүрлі жолын аманат еттім. Мен құрған хандық бүгінгі Қазақстанның бастауы. Қазақстан мәңгілік мемлекет, тәуелсіздігінің негізі. Мен Жәнібек ханмын. Мен 1470 жылдан бастап 1480 жылға дейін қазақ хандығын басқардым. Билік еткен жылдары қазақ жұртының бірлігін күшейтіп, елдің тұтастығын бекітіп, хандықтың қуатын арттырдым. Мен бұрындық ханмын. Қазақ хандығының негізін қалаушылардың бірі Керей ханның ұлымын. Мен қазақ хандығында 1480 жылдан бастап 1511 жылға дейін ресми түрде билік құрдым. Мен Қасым хан, қазақ хандығының екінші негізін қалаушы Әз Жәнібек ханның ұлымын. 1511 және 1521 жылдары хандық еттім. Менің билік тұсымда қазақ хандығы өзінің ең қуатты әрі аумақтық жағынан ең үлкен кезеңін бастан өткерді. Мен Хақназар ханмын. Қазақ хандығының ұлы ханымын, Қасым ханның ұлымын. Мен 1568 жылдан 1580 жылға дейін билік еттім. Бұл қазақ хандығы үшін ауыр кезең болды. Мен Тәуекел ханмын. 1582 жылдан 1598 жылға дейін қазақ хандығын басқарып, елдің бірлігі мен жерінің тұтастығын қорғадым. Сыр бойындағы қалаларды қайтарып, қазақ елінің қуатын күшейттім. Менің билік құрған жылдарым қазақ халқының бірлікке бет бұрған кезеңі. Мен Есім ханмын. 1598 жылдан 1628 жылға дейін қазақ хандығын биледім. Елдің бірлігі мен тәртібін сақтауды басты міндетім деп санадым. Халқыма тәртіп пен әділдікті орнату үшін Есім ханның ескі жолы деп аталатын заңдар жинағын бекітіп, жұртымның тыныштығын қамтамасыз еттім. Мен Салқам Жәңгір ханмын. Мен 1643-тен 1652 жылдар аралығында қазақ хандығын басқардым. Жоңғар шапқыншылығына қарсы тұрып, Орбұлақ шайқасында аз қолмен үлкен жеңіске жеттім. Мен Тәуке ханмын. Билер кеңесін қалыптастырып, 7 жарғы атты заңдар жинағын жүйеледім. Мен Әбілхайыр ханмын. Кіші жүздің ханы ретінде 1718 жылдан 1708 жылға дейін еліме басшылық еттім. Қазақ даласының тұтастығы мен қауіпсіздігі үшін күрестім. Жоңғар шапқыншылығына қарсы халықты біріктірдім. Мен Әбілмәмбет ханмын. Орта жүздің ханы ретінде 1734 жылдан 1741 жылға дейін билік еттім. Мен Абылай ханмын. Мен қазақ хандығын 1771 жылдан 1781 жылға дейін басқардым. 300-ді біріктіріп, сыртқы саясатта даналықпен әрекет ете отырып, мен бар күш жігерімді қазақ халқының бірлігі мен тұтастығын сақтауға арнадым. Мен Кенесары Қасымұлы. Мен 1802 жылы дүниеге келдім. Мен қазақ халқының тәуелсіздігі үшін күрескен соңғы хан ретінде тарихта қалдым. Мен 1841 жылдан 1847 жылға дейін билік жүргіздім. Ата-бабам Абылай ханның жолын жалғастырып, 300-ді біріктіріп, елді сыртқы қысымнан қорғауға ұмтылдым.